Ассаламу алейкум баршаңызға. Рамазан мүбәрәк болсын. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Әр қазақ жалғызым деп жан-жақтан қолдап жатқан барлықтарыңызға көп рахмет. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Келесіде біз Димаш Құдайбергеннің осындан 5 күн бұрын шыққан We Are One деген жаңа әні ма жоқ басқа біреудің әні ма білмедік. Барлығымыз бірге көрейік. Көрмегендер де бар шығар мүмкін. Осыған реакция түсірейік. Ал кеттік. Білмеймін. Кім дейді? Қытай әншінің аты шықты ғой. Коронаға байланысты ма не? Hello my friends from afar, over the sea we bring them love. So hard to see you fight alone. We are one big family, united we are strong. It's not the time to run away. Share the cure and hurt the pain. Across the borders, fight for you. We are here for each other. United, be strong. And we walking in the rain. Hand in hand we hold the pain. Stand together, fight as one. Жоқ мен. We are one, we are one. We fight to save the world. Together we will rise and we will shine. Қытай жазғанына қарағанда. Walking in the rain, hand in hand we hold the pain. Stand together, fight as one today. Share joy and Ой, Трамп, Германның президенті. together we will rise and we will shine. Бір күтіміз. Мен сіз үшін жұмыста қалдым. Over the sea we bring them love. So hard to see you fight alone. We are one big family, united we are strong. When we walking in the rain, hand in hand. Мына жер маған кәдімгі қытайша естіліп тұр, иә. Ана сөздің астында сөз шығып тұрғандықтан. Әйтпесе We are one, we fight to save the world. біз әлемді құтқаруға күресеміз. Қайтадан жарқыраймыз. Walking in the We are rain, walking in hand the in hand we felt the pain. Feel the pain. Stand together, fight as one today. Share joy and sorrow, no longer stand apart. Together we will rise and Еңбектері солардың көрсетті, иә. Иә, иә. Адамның дұрысын жақтасын. walking in the light, hand in hand we hold the pain. Stand together, fight as one today. No, that joy and sorrow no longer stand apart. Together we will rise and we will shine.
сезініп тұрайық. Біз қайтадан жарқыраймыз деген сөз. Керемет. Мына жерде Қытай, Гошан, тағы да композиторды тағы да Қытай. Негізі қазір Димаш не Қытайда ма не? Солай сияқты ғой. Жоқ әлде мүмкін әуеннің сөзін жіберіп, сосын аударып Қазақстанда жаңағы бір студияда ғана отыр ғой. Айтып сосын кейін бәлкім монтажылып құрастырған шығар. Өкінішті, не деген аз адам көрген қазіргі жағдайым 5 күнде 260 4661 ғана. Соны айтамын, иә. 5 күннің ішінде тымаз. Шынында естіп отырған кезде ана қайырма жерінен Қытайша, Қытай ән сияқты естіледі әрине. Қытай әнші, Қытай сөзін аударған. Қытай сөзін аударған ба? Иә, әлемді әуреге салған осынау бір атышулы жаман аурудан бәріміз адамдардың өмірін сақтауға тырысып жатқан, талпынып жатқан, бар жігер күшін салып жатқан жаңағы төтенше қызметкерлері, біздің дәрігерлері, қай мемлекетінде дәрігерлері, елбасылары, барлық билік басындағы адамдардың құлшынып жатқан, барлық күшін салып жатқан дегенді көрсетіп, және де барлығымыз соны бірге жеңейік деген мақсатпен түсірген клип. Сөз де солай. Негізі не деймін енді? Жақсы, құлаққа жағымды әрине Димаш айтқандықтан. Сосын қосымша айта кететін жайт, біз жалпы Нұрка екеміз, Нұрка, Нұрсұлтан, мен Шоқа, Жантұмар, Монғолиядан боламыз. Монғолияның Баян-Өлгей деген қаласында туылып өскенбіз, тіршілік етеміз, осындамыз. Көп адамдар комментарийда сұрап қойып, сендер Қазақстанда жасалған ба реакшндарың деген сияқты. Сосын соны анықтап айта кетейін дегенім. Сенде қосымша айтар? Мен де айтар, кейбір кісілеріміз көрермендер айтып жатыр, тіл байлықтары нашар деп, қазақша. Яғни әдеби тілде сөйлемедіңдер, немесе бір біз тілшілер сияқты сөйлемедіңдер. Біз тілші емеспіз. Қарапайым өзіміздің арамызда қалай сөйлесеміз, солай сөйлесіп, шамамызша ойымызды солай жеткізіп жатырмыз. Жеткізуге тырысып жатырмыз. Енді бұдан ары қарайда да түсірегер көш жүре түзеледі деп, сын түзелмей, мен түзелмейді дейді қазақта. Енді бұдан ары біз жақсарып, одан арман күшейе түсеміз деген ойдамыз, сондай мақсаттамыз. Иншалла аман болайық бәріміз. Жаңа Құдайбергеннің жаңағы кең табиғатты көрсетіп, өзінің даусының кеңдігін көрсеткен жері, сол жер маған қатты бір әсер етті. Шынай деп әдеттен күшті әсер етті. Мынандай кең даланы көрсетіп, қазақтың жеті қазасын бір жылқы ғой енді. Қаншама жылқыларды көрсетіп, тыныштық, бейбітшілікті көрсетіп жатыр. Бейбітшілік. Шынымен де бейбітшілік заман болсын. Бізді қолдап subscribe, лайк және коммент жазып, бізге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар каналымызға. Бізде ары қарай тек қана реакшн емес, қосымша тағы да видеолар түсірейік деген жоспарымыз бар. Алда. Мүмкіндігімізше болса мықты әншілерге осылай реакшн істеп, реакция түсіріп отыратын боламыз. Жанр талғамай. Рэп болса рэп, қазақ ән болса қазақ ән, жаңағы поп, өзі бәрібір жанр талғамай, шамамыздың келгенше түсініп, тырысып, түсіруге тырысамыз. Түсінуге тырысамыз ол әнді. Ішіне кіруге тырысамыз, берілуге тырысамыз. Сіздерден сұрарымыз, бізді қолдаңыздар. Рахмет сіздерге, тағы да аманшылықта жүздескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Аман болайық. Аман болайық.